Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осылай табаға үй жағдайында қалай нан пісіретінін көрсететін боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал енді нанымызға қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызға керекті тек ұн, дрожж, тұз және жылы су керек. Мен бұл жерде дрожжды бірінші алдын ала осылайша етіп, жылы сумен араластырып опора қылып жасап алдым. Енді бұл опора жасау үшін тек дрожж керек және жарты чайный ложка песок және 1-2 қасық ұн, жылы су барлығын бірге араластырып осылай 5 минут қойып қойсаңыздар, міне көріп тұрғандай осылай әдемі болып көтеріліп тұрады. Сонан соң кез келген қамырыңызға осылай илер кезде бауырсағыңыз бар, наныңыз бар, осылайша етіп дрожжды опора қылып жасасаңыздар өте күмпиіп әдемі болып пісетін болады. Ал енді бұл табаға газдың үстіне пісетін болғандықтан нанымыз өте қамырымыз жұмсақ болу керек. Және де иін жақсылап қандырып илеуіміз керек. Бұл нан ары кетсе, бір нанымыз ары кетсе бір 5 минуттың ішінде піседі, тез піседі. Және бұны күнделікті 1-2-3 нан қылып пісіріп, аз-аздан қылып, осылай етіп, күнделікті свежий қылып жасап жесеңіздер өте дәмді және ысылай қылып балдарда сүйсініп нанды жейтін болады. Міне көріп тұрғандай қамырымызды жақсылап осылай қолымызды суға батырып жұмсақша қылып илейтін боламыз. Және жақсылап қану керек қамырымыздың, көріп тұрғандай. Және мен бір 20 минутта, жарты сағатта қамырымыз көтерілді. Және тағы да қолымызды кішкене суға батырып, тағы да бір қайтара осылайша етіп, бір 10 минуттай тағы да қойып аламыз. Ал енді бізге осылай 2 бірдей алюминиевый таба керек. Табамызды енді қыздыртатын боламыз, газымызды жағып, және 1,5 қасық тұз және жылы суымызды кішкене құйып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластыратын боламыз. Тұз жақсылап еру керек суда. Енді жаңағы табамызда міне қызыды. Қызыған соң тұзды суымызбенен бүркейтін боламыз. Тек бір табамызға бүркейміз. Өйткені осы табамызға қазір қамырымызды салатын боламыз. Міне қатты қызып кеткендіктен мен астын кішкене жай қойдым газымыздың. Екінші таба қатты қызып тұру керек. Қазір оған төңкеріп бетін пісіретін боламыз нанымызды. Бұл тұзды су бүркеген себебім нанымызды төңкерген кезде нанымыз екінші табаға түсіп кетпеу керек. Сондықтан да тұзды су қамырымызды ұстап тұрады. Міне қамырымызды осылай қолымызды суға батырып, жайып табамызға саламыз. Ары кетсе мен 1 минуттай осылай қамырымыз тұрды, астын жағып қойдым. Қатты отта емес, бір орташа отта тұрды. Және астын пісірмейміз, піскенше тұрмау керек. Өйткені төңкерген кезде екінші табамызға төңкерген кезде түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан да беті күйіп, үйімізді күйік басып кетеді. Сондықтан да астын қатты пісірмейтін боламыз. Қарап тұрамыз нанымыздың бетін. Каждый 1-1,5 минут сайын міне астын қаттырақ қойдым. Нанымыз пісті, міне көріп тұрғандай. Ары кетсе бір нанға ары кетсе 5 минуттың ішінде пісетін болады. Міне беті піскен соң тағы да екінші қайтара кішкене астын отта қойып аламыз. Піскен кезде ол нанымыз тез алынатын болады. Міне көріп тұрсыздар, міне тез алынды. Енді екінші тағы да нанымызды тағы да
табамызға салып жаңағыдай екінші қайтара пісіретін боламыз. Көріп тұрғандай өте тез піседі және өте дәмді болып піседі. Осылай 1-2 жасап көрсеңіздер, үйреніп аласыздар тез. Өте сіздерге де ұнайды. Бұрын енді далада ошаққа, жаңағындай отқа шоққа пісіретін нанымыз міне ең ыңғайлы. Газымыздың үстіне осылайша етіп пісіруге де болады екен. Мен енді бұны енемізден үйрендім. Өте керемет. Уақытыңызды да көп алмайды. Ара кетсе 1-2 нан пісіретін болсаңыз 10-15 минут қана піскенше уақытыңызды алады. Болды, міне нан әдемі керемет күмпиіп пісті. Піскен кезде осылай бетіне сары майданда жағып жіберсеңіздер, өте беті жылтырап керемет жұмсақ болып тұрады. Міне барлық уақытымызды үнемдеп 10-15 минутта нанымызды толық пісіріп алдық. Менімен бірге болып қолдау көрсетіп отырғандарға алғысым шексіз. Және де менің осы видео рецепттерім ұнаса, лайктарыңызды басып, комментарияға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және де сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Мен осы айдың аяғына дейін 3000 подписчикке жетуім керек. Сондықтан да достарыңызға, таныстарыңызға менің каналымды бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттерменен бөлісетін боламын. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені келесі жаңа рецепт шыққанда мені жоғалтып алмау үшін менің каналыма қосылып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Нан бар жерде ән бар дейді. Үйлеріңізден береке кетпесін. Ысынан әрдайым дастархандарыңыздан үзілмесін. Және де өте ұнайды деп ойлаймын. Міне көріп тұрғандай өте арасы да воздушный болып пісті нанымыз. Сіздерге менің рецептім ұнаса, қолдау көрсетіп лайктарыңызды міндетті түрде басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.